Достар, іскер азамат тобының YouTube пен бизнес курсының 4-ші сабағы. Бүгін біз ашқан Gmail'ымызды, яғни двухэтапный аутентификация жасау арқылы қорғайтын боламыз. Яғни бір почтамызды екінші бір почтаны енгізу арқылы қорғайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен Google деген батырманың ішінен Gmail деген батырманың үстінен басамыз. Жерде мына жоғары жақта аваның үстінен басатын болсаңыз, дөңгелек осы жерден өзіңіздің Gmail'ыңызды кіресіз, өзіңіздің Gmail'ыңызға кіргеннен кейін қайтадан міне аваның үстінен басамыз. Осы жерден аккаунт Google дегеннің үстінен басамыз. Міне осы жерде сіздің личный данныйларыңыз шығады. Осыны жоғарыдағыны былай жылжыту арқылы безопасность дегеннің үстінен басамыз. Осы безопасность басқаннан кейін біз төменге түсетін болсақ, осы жерде міне двухэтапная аутентификация деп тұр. Осының үстінен басамыз. Міне осы жерде шарттар жасалған. Осы жерге кіргеннен кейін начать деген батырманы басамыз. Міне осындай бет ашылғаннан кейін жоғары жаққа қарасаңыз, осы жерде сіздің аты жөніңіз шықпай тұр. Осының үстінен басатын болсаңыз, өзіңіздің двухэтапный аутентификация орнатқыңыз келетін Gmail шығады. Мысалы үшін менде матч сауаттылық. Жерге почтаңыздың паролін енгізесіз. Міне осы жерден осындай сіздің сохранить етілген пароліңіз шығады. Енді осы жерден төменге түссеңіз, продолжить деген батырма. Бірінші сабақты көрген болсаңыздар, осы телефон номермен ашқан болатынмын. Енді мен осы жерге екінші номерімді жазамын. Отправить деймін. Міне SMS код жіберді олар менің номеріме. Міне осы келді. Осыны өзгеріссіз осы жерге жазатын болам қазір. G-сызықша 74 13 45. Далее деген батырманы басам. Мне включить двухэтапный аутентификация деп тұр. Яғни бұл жалпы не үшін керек дейтін болсаңыздар, егер сіздің бірінші номеріңіз жоғалтып алатын болсаңыз, немесе істен шығатын болса, мынау екінші номер арқылы жаңағы парольдеріңізді, басқа да каналыңызды қалпына келтірулеріңізге болады. Осымен біздің двухэтапный аутентификациямыз қосылды.